الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жаратылысы, яғни дене бітімі туралы келген риуаяттар бабын жалғастырамыз. Өткенде аяқталмай қалған еді. Келесі риуаят Жабир ибн Самура деген сахабадан жетеді. Радиаллаху анху. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге 17 ғазауат көрген сондай үлкен сахабалардың бірі. Ол айтады: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама дали аль-фами. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллам аузы үлкен еді, яғни кең еді. Біз өткенде айттық, оны шешендіктің белгісі деп. Ашкалал айни, көзінің ағында сәл қызыл бар еді. Яғни көзінің ағына қызыл араласқан. Бұны негізі ғалымдарымыз айтады, ихда аламатин нубуа, пайғамбарлықтың белгілерінің бірі дейді. Пайғамбарлардың барлығының көздерінде сондай ағында қызыл болған араласқан. Бұл туралы шайырлардың бірі мынадай бір сөз айтқан: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бойында ешқандай айып жоқ, тек әлгі көзіндегі қызылды айтпағанда дейді. Бірақ шын ойланып қарағанда оның өзі жүйрік аттарда ғана болатын нәрсе ғой дейді. Яғни ол да керісінше адамның сәнін арттырмаса, оған кемшілік келтірмейді дейді. Манхусал ақиб, өкшенің, аяқта өкше бар ғой, соның үстінде бір былай өткен сүйек бар ғой, сол жерінде еті аз ет дейді. Яғни ол әртүрлі болады, біреулердің жуан болады сол жер, біреулердікі жіңішке болады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өкшесінің үстіндегі жаңағы жерде еті аз ет дейді. Келесі риуаят ол да Жабир ибн Самурадан жетеді, радиаллаху анху. Ол айтады: Раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама фи лейлатин идхиянин. Мен пайғамбар алейхиссаламды сондай бір айлы түнде көрдім дейді. Ай жарық болып тұрған түнде. Ва алейхи хуллатун хамра, үстінде әлгі айтылған қызыл жолақтары бар шапаны болды дейді. Біз енді жай түсінікті болу үшін шапан деп айтып жатырмыз. Хулла деген астары бар үлкен кең киім ғой. Фажаалту анзуру илейхи ва илал қамари. Мен оған бір қарап, айға бір қарап тұрып қалдым дейді пайғамбар алейхиссалам көрген кезде. Фалахуа инди ахсану минал қамар. Ол ант етейін, менің пайымдауымша айдан да әдемі дейді. Яғни бұл шарқта айтылғандай тек ол сахабаның пайымдауынша ғана емес, ол шынында да айдан да күннен де бүкіл жаратылыстан да артық әрі әдемі көркем болып жаратылған саллаллаху алейхи ва саллам. Оны тек Аллах тағала көзін байлап қойғандар ғана көре алмайды дейді. Құранда Араф сүресінің 198 аятында Аллах тағала айтады кәпірлер туралы: Ва тарахум янзуруна илейка ва хум ла юбсирун. Сен оларды саған қарап тұрса да көрмей тұрғандарын көресің дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Яғни кәпірлердің саған қарап тұрса да көрмей тұрғандарын байқайсың дейді. Осы аятты дәлелге келтірген ғой, өткенде мен бір оқиға айтып бердім ғой, Махмуд аль-Ғази туралы. Бір сопы ғалымы өзінің ұстазынан сұрайды, Әл-Харақанидан, әлгі Абу Жахил туралы. Абу Жахил пайғамбар алейхиссаламмен бірге өмір сүрген, оны бетпе-бет жүзін көрген, түрін көрген, бірақ неге сондай бақытсыз болып тозаққа кетті, яғни мүшрик кәпір болып өмірде өтті ғой. Сонда айтады ғой, ол пайғамбар алейхиссаламды көрген жоқ. Ол Абдулланың баласы Мұхаммедті көрді. Егер ол пайғамбарды көргенде бақытты болатын еді міндетті түрде дейді. Осы аятты оқиды.
Ва тарахум янзуруна илейка ва хум ла юбсирун. Олар саған қарап тұрса да, сені көрмейді дейді. Яғни керекті нәрсені, бойындағы пайғамбарлықты көрмейді, байқамайды деген ол. Келесі риуаят Ан Аби Исхақ قال سأل رجل البراء ибн Азиб. Абу Исхақ айтады, бір кісі Баро ибн Азибтен сұрады дейді. Әлгінде риуаяттар келді, ол сахабаның радиаллаху анху. Акана ваджху Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама мисля сайф. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва салламның жүзі, яғни беті қылыш сияқты болды ма деп сұрады дейді. Қылыш бар ғой. Yani жарқырау жағынан сондай. Сонда ол айтты дейді, қала ла бәл мисләл қамари. Жоқ, оның жүзі ай сияқты болды дейді. Яғни ол қылыштан да асқан, яғни айдан да асқан, сондай нұрлы болды дейді. Бұның екінші бір мағынасы шығады, яғни қылышқа теңеп тұрған дағы мақсаты, яғни ат жақты болды ма дегені ғой. Пайғамбар алейхиссаламның басының формасы бар ғой. Ат жақты, ондай тік болды ма дегені ғой. Ол жоқ, ол айға ұқсайды дейді. Өткендегі алдындағы риуаяттарда айтылды ғой, Пайғамбар алейхиссаламның жүзінде сәл дөңгелектік болғанымен дөп дөңгелек емес. Яғни ол ат жақты да емес, дөңгелек жүзді де емес, соның екеуінің ортасында, орташа еді дейді. Келесі риуаят Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху. Абу Хурайра деген әйгілі сахабадан жетеді. Бұл сахабаның негізгі шын аты, енді бұның атына байланысты 40 түрлі көзқарас бар, деректер әртүрлі келеді. Соның ең дұрысырағы Абдурахман ибн Сахр, аты Абдурахман. Оны Абу Хурайра деп атаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Оны шапанның жеңіне кішкентай мысықты салып алып тұрғанын көреді ғой. Сөйтеді Абу Хурайра деп атайды. Абу Хурайра деген сөздің мағынасы мысықтың иегесі, немесе мысығы бар адам деген сияқты мағынаны білдіреді. Бұның Абдурахманнан да бұрын ислам қабылдамай тұрған кезде жахилет дәуірінде аты Абдуш-Шамс болған. Күннің құлы деген мағынасы. Пайғамбарымыз алейхиссалам оны өзгертіп, сен күннің құлы емес, Абдурахмансың деп атын өзгерткен. Ондай оқиғалар өте көп қой. Пайғамбар алейхиссаламның мағынасы жаман аттарды өзгертіп отырғандығы туралы. Бұл сахаба хижраның 9-шы жылы ислам қабылдаса да, Пайғамбар алейхиссалам нешінші жылы өтті өмірден? 11-ші жылы өтті. Пайғамбар алейхиссалам қасында 2 жыл жүрген ғой. Бірақ ең көп хадис риуаят еткен осы. Өйткені бүкіл барлық істің барлығын тастап тек қана Пайғамбар алейхиссалам қасында ғана отыратын болған, соның қасында ғана жүретін болған. Сол айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама абияда." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақ еді. "Кааннама сиға мин фиддатин." Сондай бір күмістен құйылғандай дейді. Ақ, нұрлы жүзі, бір күмістен құйып алғандай оны дейді. Раджила шари. Оның шашы өткенде біз айттық ғой, бұйрада емес, қатты тікте емес, сәл иіліңкі деп. Сондай бір шашын солай сипаттап жатыр. Келесі Джабир ибн Абдуллах деген сахабадан жететін риуаят. Бұл өзі де, әкесі де сахаба болған, үлкен сахабалардың бірі, әрі Мәдиналық ансарлық сахабалардан. Қала, ол айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткізіп айтады: Аллахтың елшісі айтты дейді. "Уридо алейял анбия." Маған пайғамбарлар көрсетілді дейді. Біздің пайғамбарымыз алейхиссаламға пайғамбарлар көрсетілді дейді. Бұл енді не түсінде болған болуы мүмкін пайғамбарымыз алейхиссаламның, немесе Исра Миғраж мұғжизаларын білеміз ғой. Түнде болған әлгі оқиғаны пайғамбарымыз алейхиссалам Меккедегі Харам мешітінен Ақса мешітіне пыраққа мініп барғаны, сол жерден аспанға көтерілгені, және сол мешітте бүкіл пайғамбарлармен жолығып, оларға имам болып намаз оқығандығы туралы риуаяттар көп қой. Үлкен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кең таралған танымал мұғжизасы. Жалпы қалай болғанда да маған пайғамбарлар көрсетілді дейді. Мен пайғамбарларды көрдім дейді. Фаиза Муса алейхиссалам, сонда Муса алейхиссаламды көрген. Муса пайғамбар Бану Исраил қауымына жіберген пайғамбар, Құранда көп жерде келеді.
Негізі Муса деген сөз көне Мысыр тілінде ғой. Көне Мысырдың халқы бар ғой, қыптиліктер. Копт дейді ғой. Солардың тілінде му ша деген екі сөзден шыққан ғой. Му ша. Му деген су, ша деген ағаш дейді. Кейін араб тіліне енген кезде өзгеріске ұшырап Муса болып кеткен. Оның олай атаған себебі Муса пайғамбарды туған кезде білесіз, Фирғауын түс көреді, сол туылатын жылы. Оны жорып берген адам не дейді оған? Бір еркек, осы мысырлықтардың ішінен бір еркек адам шығып, сенің тағың тартып алады дейді. Сонда ол сол жылы туылған еркек кіндіктің барлығын өлтіріп отырады. Сол кезде Муса пайғамбарды анасы босанған кезде табытқа салып суға ағып жібереді. Ол да Алланың бұйрығымен, Тоха сүресінде келгендей. Сөйтіп, ол Фирғауынның үйіне ағып барады. Оны Фирғауынның әйелі Әсия тауып алады. Сол кезде су мен ағаштың ортасында тауып алғасын. Яғни суда жүзіп келеді, ағаштың ішінде келе жатыр ғой. Су мен ағаштың ортасында келе жатқасын Муша деп, су мен ағаш деген екі сөзден атай салған ғой атын. Сөйтіп қойған дейді. Дарбун минар риджали кааннаху мин риджали шануа. Ол сондай семізде емес, арықта емес, орташа кісі екен. Муса пайғамбарды сипаттап жатыр. Ол шануа деген қауымның адамдарына ұқсайды дейді. Шануа деген Йемендегі бір тайпа. Оның халқы сондай семізде емес, арықта емес, сондай орташа болады екен, бірыңғай барлығы біркелкі. Солардың адамдарына ұқсайды дейді Муса пайғамбарды. Вараайту Иса ибн Марьям. Одан кейін Мариям ұлы Исаны көрдім дейді алейхиссалам. Мариям алейхиссалам білесіздер, Иса пайғамбарды әкесі көтерген. Жалпы Иса пайғамбар негізі нағашылар жағынан Сүлеймен пайғамбардың ұрпағы болып келеді. Иса пайғамбардың нағашы атасы бар, Мариямның әкесі Имран. Құранда Әлу Имран деген сүрені білесіздер ме? Сол Имранның отбасы деген мағына ғой. Осы Иса пайғамбардың дүниеге келуі, жалпы солардың отбасы туралы не айтылады? Мариям алейхиссалам дүниеге келуі сол айтылғандықтан сол Имранның отбасы деп айтылған. Бұл Имран мен Сүлеймен пайғамбардың арасында 14 ата бар дейді. Фаиза aqrabu man ra'aytu bihi shabahan. Ол Иса пайғамбарға мен көргендердің арасында ең қатты ұқсайтыны пайғамбарымыз айтып жатыр. Урва ибн Мас'уд дейді. Урва ибн Мас'уд деген сахабаны айтады. Ол өте кеш ислам қабылдаған, хижраның 9-шы жылы болды. Пайғамбарымыздың өмірінен 2 жыл қалған кезде өтуіне. Бұл сондай өзінің қауымында сыйлы әрі сұлу кісі болған. Мына Құранда аят бар осы туралы. Пайғамбар алейхиссаламға Құран түскен кезде меккелік мүшриктер лаула нузила хазал Құр'ану ала ражулин минал қариятайни азим дейді. Зухруф сүресінің 31-ші аятында келеді. Бұл Құран екі үлкен қаладағы ұлылардың біреуіне түскенде ғой дейді. Біз онда сенетін едік дейді. Екі үлкен қала деп тұрғаны Мекке мен Таиф. Мекке біреуі, екіншісі Таиф. Меккенің ұлығы деп тұрғандары Абу Жахил. Ал Таифтың ұлығы деп тұрғандары осы Урва ибн Мас'уд. Сол екеуінің біреуіне түссе енді еруге болатын еді дейді. Ал қайдағы бір жетімге түскен қалай ол деп сөйтіп айтады ғой мүшриктер. Соны Құранда Аллаһ Тағала келтіреді сөзін. Бұл Урва ибн Мас'уд пайғамбарымыз алейхиссаламға 9-шы жылы Таифқа барып келгеннен кейін ислам қабылдайды. Сөйтіп келеді де бір қызық оқиға болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи рұқсат сұрайды. Мен өзімнің ауылыма, қауымыма барып дінді жеткізейін дейді. Таифқа барып. Сонда пайғамбар саллаллаху рұқсат береді. Ол Таифқа барған кезінде қауымы оны қабылдамай қояды. Қарсы шығып, сонда арасында біреусі садақпен атып өлтіріп тастайды. Сонда пайғамбар саллаллаху естігеннен кейін айтқан екен, оның оқиғасы ана Ясин сүресіндегі адамның оқиғасына ұқсас болды. Ясин сүресінде білесіздер ғой? Бір ауылдың сыртына бір адам келіп, қауымын жаңағы дінге шақырды дейді. Сонда олар барлық жабылып өлтіріп тастайды ғой. Қала я лайта қауми я'ламун бима ғафара ли рабби ва жа'алани минал мукрамин дейді ғой сонда. Ол өлтіріп тастап, Аллаһ Тағала оны жаңағы баратын жұмағын, ондағы құрметтерін көрсеткен кезде, әттең мен қауымым білгенде ғой, Раббым мені қалай кешіріп, құрметтілердің қатарынан қылғанын дейді ғой. Сол оқиғадағы Ясин сүресіндегі адам сияқты болды ғой, бұның да оқиғасы деген екен. Міне, Иса пайғамбар осы Урва ибн Мас'уд деген сахабаға қаттырақ ұқсайды дейді сендердің араларында.
Вараайту Ибрахим алейхиссалам. Және мен Ибрахим пайғамбарды көрдім дейді. Бұл Ибрахим деген мына көне еврей тілінде, сириан тілінде мейірімді әке дегенді білдіреді екен. Фаиза aqrabu man ra'aytu bihi shabahan. Мен көргендердің ішінде оған ең қатты ұқсайтыны дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сахибукум, сендердің достарың дейді. Яғни нафсаху, өзін айтып жатыр дейді. Яғни Ибрахим пайғамбарға ең қатты ұқсайтыны мен екенмін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Вараайту Джибрил алейхиссалам. Және мен Джабрил періштені көрдім дейді. Фаиза aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Дихия. Олардың мен көргендердің ішінде оған қатты ұқсайтыны Дихия дейді. Дихия деген сахаба болған. Пайғамбар алейхиссаламның өте сұлу сымбатты сахаба болған. Дихия ибн Халифа әл-Калби. Оны елші ретінде жіберіп отыратын болған. Және имам Бухари мен Муслимнің сахих хадистерінде келеді. Егер Жабрил періште пайғамбар алейхиссаламға адам бейнесінде келетін болса, көбіне сол жаңа Дихия деген сахабаның кейпіне кіріп келетін болған. Өйткені сондай өте сұлу, әдемі, сымбатты сахаба болғанда соны таңдайтын болған ғой. Иә. Бұл жалпы арабтардың арасында мынадай бір әдет бар екен. Егер бір патшаға, бір елдің басшысына елші жіберетін болсаңыз, оған құрмет ретінде сондай бір қауымыңыздағы сұлу, әдемі, түрі тартымды адамды жіберу әдеті бар екен. Егер сіз оны құрметтейтін болсаңыз, сондай бір жақсы, тәуір адам теріп жібересіз ғой, былайша айтқанда. Сол әдет бойынша Аллах Тағала да өзінің елшісін Жабрил періштені пайғамбарымыз алейхиссаламға жіберетін кезде дәл сол Дихия деген әдемі сахабаны таңдап соның бейнесінде жіберетін болған дейді. Бұл да былайша айтқанда пайғамбарымыз алейхиссаламға құрметі. Енді бұл риуаятты, бұл хадисті имам Тирмизи не үшін бұл бапта келтірген? Себебі пайғамбар алейхиссалам мен Ибрахим пайғамбарға қаттырақ ұқсаймын деп жатыр. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бағанадан бері айтылып жатқан сипаттарының барлығы демек Ибрахим пайғамбарға да келеді деген сөз ғой. Келесі Ан Саид әл-Джурайри. Саид әл-Джурайри деген табиин айтады. Яғни сахабалардың көзін көрген адам. Қала сами'ту Абу Туфайл. Мен Абу Туфайлды естідім дейді. Абу Туфайл деген сахабалардың ішіндегі ең соңғы өмірден өткен сахаба. Ең соңғы өмірден өткен сахаба. Ол пайғамбардың көз тірісі кезінде 8 жаста болған. Кейін хижраның 116 жылы өмірден өткен ғой. 100-ден астам өмір сүрген. Ол айтады, жаңа Абу Туфайл деген ең соңғы өмірден өткен сахаба. Радиаллаху анху. Раайтун набия саллаллаху алейхи вассалам. Мен пайғамбарды көрдім. Вама бақия аля ваджхил арды ахадун рааху гайри. Сондай-ақ жер бетінде оны көргендерден менен басқа ешкім қалған жоқ дейді. Яғни пайғамбар алейхиссаламның көзін көргендерден менен басқа ешкім қалған жоқ дейді. Яғни ең соңғысы менмін деп өзі де айтып тұр. Культу, енді жаңағы Саид әл-Джурайри айтады табиин. Сонда мен оған айттым дейді. Сифхули, ендеше маған сипаттап берші оны деп. Сонда ол бір ауыз сөзбен Кана абияда малихан муқассада деп айтады. Ол жүзі сондай ақ, малихан, малих деген сондай тартымды, түрі әдемі, муқассада барлық жағынан алғанда орташа дейді. Бағанаға айтылып отқандардың барлығын бір ауыз сөзбен айтып берді ғой. Шашы болсын, бойы болсын, барлығы орташа еді дейді. Тіпті бұның ішіне жүрісі де кіреді дейді. Мысалы Құранда Аллах Тағала уақсид фи машик деп Лұқман сүресінің 19 аятында бұйырған ғой. Жүрісіңде де орташа бол деп. Яғни орта жүріспен жүр деп. Келесі осы бапта келген соңғы риуаят Ан ибн Аббас, пайғамбар алейхиссаламның немере көкесі бар ғой, Аббас деген. Аббас ибн Абдул Мутталиб, соның баласы Абдулла ибн Аббас содан жетеді. Бұл өте үлкен ғалым сахаба болған, әрі жас сахаба. Омар радиаллаху анху оны жас болса да үлкен Бадр көрген сахабалармен бірге жиынға қатыстыратын болған. Сонда кейбіреулер неге бұл шашымыз ақ, сақалымыз ақ, мына жас бала неге бізбен қатысады деген кезде Омар радиаллаху анху оны дәлелдеп, кейін бір сұрақ қояды, ешқайсысы дұрыс жауабын бере алмаған кезде әлгі Абдулла ибн Аббас дұрыс жауабын беріп, сол кезде дәлелдейді былайша айтқанда. Тіпті кеше біз
айттық қой, Али радиаллаху анхудың бір баласы болған деп, Мұхаммед Ханафия деген. Абдулла ибн Аббас өмірден өткен кезде сол жаназасын шығарады Мұхаммед Ханафия. Сөйтеді де, "Мата раббанию хадихил умма" деп айтады. Бұл үмбеттің ең құдайшыл, ең құдайға берілген адам өмірден өтті дейді ғой. Сондай ұлық сахабалардың бірі болды. Ол айтады, радиаллаху анху, "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама афлажа саниятайни." Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллам мына алдыңғы күрек тұс бар ғой, күрек тұс. Сол екі күрек тұсының төбесінде ашық зазор бар еді дейді. Екі күрек тұсының қосылған жерінің төбе жағы ашық еді дейді. "Иза такаллама ру'я кан нури яхруджу мин байни санаяху." Ол сөйлеген кезде жаңағы ашық жерден сөздері бір нұр құсап жарқырап шығатын еді дейді. Аузын ашса жаңағы жерден бір жарқырап нұр шығатын еді дейді. Міне осымен пайғамбар алейхиссаламның дене бітіміне, түр түсіне байланысты келген риуаяттар жинақталған бап аяқталды. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.